Қайырлы кеш, сүйінші жаңалық жетерлік. Алау кешенде өткен алғашқы жарыс күні сәтті өтті. Әсіресе Қазақстан құрамасы үшін талдап тізіп айтып берейін. Келі салмақ дәрежесінде Альбина Бахиева өзбек күресінен алтыннан алқа тағында. Осылайша дүниежүзілік көшпенділер ойынында Қазақстанның абыройын асқақтатқан палуан атанды. Қоржынға алтын салған чемпион қызбен тілдескен едік, үзіндісін назарларыңызға ұсынайық. Онымен мен бір рет сборда шықтым ғой, бір рет күрестік қой, бірге сбор болдық қой, и бір рет күрестім ғой, өтіп қалдым оған. Осы жерде просто маған тренерлер настрой берген, жақсылап, давай Альбина, сен ұтасың, сен мықтысың деп, сол шықтым настроймен ұттым. Альбинаның айтып отырғаны ақтық сында белдескен өзбек палуаны, яғни өзбек күрашы, ол өзбектердің ұлттық ойыны болғандықтан әрине фаворит саналады. Соған қарамастан біздің Альбина Бахиева өзбек қарсыласынан бәсі мығым болып, алтыннан алқа тағында. Айта кетейік, дәл осы 87 келі салмақ дәрежесінде Ұлбосын Әділова да тамаша өнер көрсетті. Қоладан алқа тағында, сөйтіп екі қыз бірдей көтеріліп, көк туымызды бір мезетте желбіретті. Өте тамаша көрініс болған еді. Айта кетейік, Салықова Ажар мен Бай Қымаров Марат 70 және 100 келіден аса ауыр салмақ дәрежесінде күміс алды. Сонымен қатар Ерзат Арғынов пен Бегәділ Шаймерден екеуі де 80 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, екеуі де қола жүлдегер атанды, екеуі де бір мінберден көрінді. Сонымен таяқ тартыстанда біз қола еншіледік. 55 келі салмақ дәрежесінде Тахмина Гожамбердиева қола алды. Сол сияқты ерлер арасында 65 келі салмақ дәрежесінде Асылмұрат Бірімжанов мас реслингтен, яғни якутиялық таяқ тартыс сайысында қола жүлдегер атанды. Енді Қазақстан спортшыларының асығы да бүгін алшысынан түсті деуге болады. Ерлер арасындағы асық атудан А тобында сынға түскен Қазақстан құрамасы Өзбекстанды 3-0 есебімен ұтып кетті. Енді ертең Испания спортшыларымен асық атысып жарысатын болады. Ал Б тобының фавориттері Қырғызстан мен Тәжікстан сынға шыққан еді. 2-1 есебімен Қырғызстан спортшылары алға шықты. Барлығы 5 айналым болса, ерлер арасындағы асық атудан бүгін соның 2 өтті. Енді арғы күні өтетін ақтық сынға кімдер шығады, оны ертеңгі ойын көрсетеді. Еске сала кетейік, алау кешенінде қазақтың ұлттық спорты асық атудан, әйелдер арасында 5 асықтан, өзбектің белдесу күраштан және саха якутиялық ұлттық спорт түрі мас реслинг, яғни таяқ тартыстан жарыстар өтеді. Ал арғы күндері арқан тартыс, ордо, татардың гюрашынан да сайыстарды тамашалайтын боламыз.